Биылғы оқу жылының аяқталуына да аз уақыт қалды. Осы биылғы оқу жылын бітіретін 12-ші сыныптар мен үшін өте ыстық. Өйткені мен ол сыныптардың ішінде А сыныбына, С сыныбына және К сыныбына 7-ші сыныптан бастап сабақ бердім. Осы 6 жыл ішінде ол оқушылармен бірге қаншама қызықты сәттер өтті. Әрине қиындықтар болмады деп айтсақ өтірік болады. Алғашқы келген кездерде олардың қиналған сәттері де болған. Әрбір оқылған көркем шығарманы талдау барысында бұл оқушылардың ойының сергек, аналитикалық талдауға бейім, жан-жақты, өмірмен байланыстырып оқыған шығарманы түйістіре білетіндіктері көрініс тапты. Оқушылар, атап айтсақ, олардың ішінде мына халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысып, өздерінің білімімен танылып жүрген оқушылар аз емес. Бұлар түрлі олимпиадалар, сайыстар, солардың жеңімпаздары. Мысалға алатын болсақ, Нәрік Әрсенді біз жас ғалым математик ретінде танимыз. Тұрдалы Әлімжан да соның қатарында. Екеуі бірге қаншама жылдар бойы осы олимпиаданың тұғырынан түспеді. Сәнбебек қызы Ақсұңқар мен мына Нөкен Рахима және Әлібек Даяна, бұлар деген мектептегі мына дебат клубына қатысып, сонымен қатар олар деген осы дебат клубының нәтижесінде олар басқа да көптеген халықаралық конкурстарға қатысты. Бұлар түрлі шығармашылық сайыстардың барлығынан өздерін жан-жақты көрсете білген түлектер десек болады. Сонымен қатар бізде мектебімізде қосымша жұмыстар өткізіледі. Солардың бірі сахна майталмандарын дайындау. Бұл оқушылардың арасында сахнада өз өнерімен танылған оқушылар да аз емес. Көркем сөз оқуда бұлардың бойынан табылады. Тіпті барлық жағынан сан қырлы оқушылар. Енді алдағы келе жатқан сыртқы жиынтық бағалауды бұл оқушылар жоғарғы деңгейде тапсырып шығады деген үміттемін. Яғни өздерінің мектебінің үмітін ақтайтын, болашақта мемлекеттің тұғырлы болуына, тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына қызмет ететін ұрпақтардың өсіп келе жатқандығына сенімдімін. Привет, ребята! Пришло время прощаться и говорить какие-то финальные слова. Вы знаете, когда я взяла вас в 9 классе, все 4 класса, 12А, 12К, М и Л, вы были все разные. И я верю, что пути у вас тоже разные. 12А пойдет по пути солидарности с народом, решением политических проблем. Вы будете классными лидерами. 12К люди чрезвычайно креативные и в то же самое находчивые бизнесмены. Да? То есть я думаю, вы будете развиваться в этом направлении и желаю вам развиваться здесь. 12М, я думаю, что среди вас много кинестетиков, тех людей, которые будут прекрасными инженерами, программистами. То есть вы будете решать многие задачи своим умом и руками. Вы будете творить в этой области. 12Л – люди, у которых невероятно развита эмпатия. И поэтому среди вас будет много хороших наноспециалистов, также медиков. Вы наверняка будете открывать новые лекарства, помогать людям в разных странах, прежде всего в своей стране. Вот вы такие все разные, но я верю, что вы добьетесь успехов. Это еще только начало вашего пути. Спланируйте жизнь так, чтобы она была максимально яркой, стильной, бурной. Помните, может быть, стихотворение Есенина? Я вам зачитаю первую строчку. I don't sorrow, I don't weep or call. All will pass like apple blossom smoke. With the golden autumn tinted is my soul, and my youth can never be revoked. В этих строчках такое сожаление, что молодость не возвращается. И это действительно так. Поэтому пользуйтесь вот этим моментом, достигайте вершин, ребята, чтобы не сожалеть, как поэт Есенин, в будущем, что не сожалеть о вот прожитых годах, когда вы что-то не сделали, о чем мечтали. Мечтайте и воплощайте. Я бы хотела выпуститься со школы вместе с вами и быть где-то рядом, чтобы наблюдать ваш успех. Но, к сожалению, дети уходят, а мы остаемся. И поэтому я очень надеюсь, что вы будете сообщать нам о ваших успехах, достижениях и не забудете нас.
Құрметті 12-ші сыныптың білім алушылары, менің қымбатты оқушыларым, аздаған уақыттан кейін сіздер де үлкен өмірге қанат қаққалы тұрсыздар. Ал мен сіздерді Қазақстанның көк туында бейнеленген қыран құсқа теңередім. Себебі қыран құстай сіздер де алдыға қойған мақсаттарыңызға жетіп, білімді, дарынды, еңбекқор, отан сүйгіш, ұлттық құндылықтарды ұстанатын азаматтар болатындарыңа сенемін. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздердің алдыға қойған мақсаттарыңызға жетуде алар асуларыңыз, жетер жетістіктеріңіз, шығар шыңдарыңыз, бағындырар биіктеріңіз асқақ болсын деп тілеймін. Әрқашан ақ жол тілеймін. My beloved grade 12 students, I've had so many memorable moments with you that I cannot pick one. I'll cherish all of them. Past discussions, Socratic seminars, and other speaking project works. And today, I just want to express my gratitude for making me feel so much appreciated and loved. Your time here at school has almost come to an end. And congratulations! May your futures be filled with happiness and fulfillment. I wish you all the best that life has to offer. With love, your English teacher, Miss Sayran. Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне 2018 жылы жұмысқа кірген болатын. Сол сәтте маған 7-ші B және 7-ші C сынып оқушыларын ұсынған болатын. Қазір сол оқушылар 12-ші B және 12-ші C сыныптары, яғни бітіру сыныбында тұр. Қарайтын болсақ, 6 жыл деген әп сәтте көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Қазіргі сол оқушылардың бала күндегі, сол кездегі жанып тұрған көздеріндегі от менің әлі күнге дейін, бүгінгі күнге дейін есімде. Мен үшін ең ыстық сыныптар болып табылады. Осы 12-ші B, 12-ші C сыныптары. Өйткені олардың мен бала кезінен бері жақсы танимын. Өте білімді, ақылды балалар. Менің сенім мол. Бұл екі сыныпта алдағы уақытта келе жатқан емтихан жұмыстарын өте сәтті, жақсы деңгейде, жақсы жоғары деңгейде тапсырып шығатындарына. Жоғарыда биіктерден көрініп, өздерінің ұстаздарын, ата-аналарын әрқашан қуантып жүретіндігіне мен кәміл сенемін. Бұйыртса, сіздерге ақ жол, құрметті оқушылар. Біз сіздерді жақсы көреміз, сіздерге үлкен үміт артамыз. Сіздер де бізді ешқашан білім берген ұстаздарыңызды ұмытпаңыздар. Алдағы өмір басалдақтарына үлкен сәттілік тілеймін. Ақ жол сіздерге. 12-ші B және 12-ші C түлектері үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар. Қанаттарың талмасын, тек биік шыңдарды бағындыра беріңдер. Алдағы болатын емтихандардан сүрінбей өтіп, армандаған оқу орнына түсіп, студенттік дәуірді қызықты өткізіп, абыроймен бітірулеріңе тілектеспін. Таңдаған мамандықтардың мықты маманы болыңдар. Мектеп өмірі артта қалды. Алдағы өмірде, жаңа өмірлерінде баспалдақтарын сүрінбей өте берулеріңді тілеймін. Дорогие наши выпускники, желаю вам найти свое призвание и стать тем, кем вы всегда мечтали. Пусть ваш путь будет освящен успехом и счастьем. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті 12-ші сынып оқушылары, сіздерді тарихшылардың аттарынан мектеп бітірулеріңізбен құттықтаймын. Өмір жолдарыңызда тек қуаныштар мен сәттіліктер болсын. Мына бір өлең шумақтары сіздерге арналады. Сенемін бақытқа бастайтын жолға, арманда жетелер ада ғажайып. Сенемін, сенемін. Здравствуйте, уважаемые ученики. Видео будет прощанием с вашим классом. Вообще знаю вас с 2018 года. Мы начинали с вами вместе, скажем так, свою путь в МИШ. Я тоже пришел в 2018 году. И, скажем так, первый урок был, по-моему, с вами. Хочу сказать, что
уже с первых порах урока, в первых минутах я увидел то, что вы хорошо все понимаете, все хорошо знаете, эти горящие глаза в ваших сердцах и так далее. Что я хочу вам пожелать? Успехов в ваших начинаниях, чтобы вы ничего не боялись других стран, так скажем, поступления в других стран и так далее. Также, чтобы вы хорошо закончили вашу школу, хорошо сдали экзамены, успехов на экзамене, конечно, по МЭСКу, по математике, это раз я вас хоть с 7 по 9 готовил. Ну, должны сдать, я думаю, все хорошо, отлично. Программирование, если мы остановимся, то тоже хороший вам будет опыт. Надеюсь, преподал вам хорошие уроки. Еще раз удачи. Hello, dear 12th grade students. I would like to congratulate you with the last days at NAS. And I would like to say that you guys will always be in my mind. B class, you guys will always be in my mind as students with high work ethic and discipline. C class as cozy, students with cozy and supportive atmosphere. As well as L with students with bright mind and creative ideas. And M as special, unusual, and unique students that I have ever had. And I would like to thank you for working hard and doing and coping with all the perks of NIS and even excelling at everything, all the subjects at NIS. And I hope and I know that you guys will achieve great things, that we will always see you guys at the top of all the beginnings at university, at the works that you're going to work and so on. And I hope everything will come true, that all the things that you wanted to achieve will come true, and you will be happy, and you will become who you truly want to become. And congratulations, and I wish you a great amount of